Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге таңғы асқа керемет үйлесетін оладьилар дайындайтын боламыз. Айраннан құрамына ешқандай ұн қоспаймыз, ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен қантымызды саламыз. Алдын ала өлшеп алған және айранымызды қосамыз. Менде қатты ашып кеткен үйдің айраны. 1 шай қасық толтырмай тұзымызды саламыз. Біркелкі болып араласты. Енді ботқа жармасын салатын боламыз. Яғни манный крупаны салатын боламыз. Жақсылап аз-аздан сала отырып араластырып аламыз. Толық рецепті достар төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Міне осындай масса болып шығады. Дайын болған массамызды енді бетін жауып, жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Арада жарты сағат өткен кезде массамыз міне осылай болып шығады, кішкене көтеріліп. Және ботқа жармамыз езіліп шығады. Жарты шай қасық толтырмай ас содасын саламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Содамызды салғасын реакцияға түсіп, осылай тағы да көтеріліп шығатын болады. Дайын болған массамызды осындай кондитерлік қапшыққа салып, барлығын дайындап аламыз. Және басын кесіп шығамыз. Алдын ала сковородкамызды отқа қойып, аздап майымызды құямыз. Және массамызды осылай аз-аздан құя отырып, екі бетін қызарғанша аударып, пісіріп алатын боламыз. Жасалуы өте оңай достар. Міне көрдіңіздер, өте биік болып көтеріліп шығады, қып-қызыл болып. Кішкене май құямыз тағы да, майымыз азайған соң. Барлығын дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және өте жылдам дайындалады. Өте қарапайым заттардан дайындалады. Арасы биік болып көтеріліп жатыр. Сіздерге жақыннан көрсеттім. Толықтай пісіп шығады. Міне осыменен таңғы асқа оладьиларымыз дайын болып шықты. Өте көп мөлшерде шығады және міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Өте жұмсақ және нәзік болып шығады. Арасын үзіп көрсетейін. Арасы да толықтай пісіп шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және арнамда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецептер бар. Қарап шықсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.